Қалай ойлайсыңдар, ата-аналарыңыз бақытты болу үшін не істеу керек? Ата-ана бақытты болу үшін алдымен бала деген өзінің қандай екенін көрсету керек, яғни ата-анадан қалай тәрбие алғанын, ата-анадан қалай тәрбие алып, сол тәрбиені басқаға көрсету керек. Керемет. Так, балалар бақытты қандай түспен белгілейді? Ақжол? Жасыл түспен. Өз ойын жасыл түспен, да? Мысалы, біреулер қызылмен бірлейді, біреулер сарымен, да? Біреулер көкпен. Жарайсың. Ал қамыққан, көңілсіз сәттерде өзіңді бақыттымын деп сезіне аласың ба? Егер қорқынышты жағдайымда тап болса, мен өзімді қорқынышымды жеңіп, өзімнің бақытты екенімді қалай да болсын дәлелдей аламын. Ал қорқынышты сәттеріңді бақыттысыңдар ма? Қорқынышты сәттеріңіз. Сағыныш? Қорқынышты сәттеріңіз. Қорқынышты сәттерде бақытты ол. Қорқынышты немен жеңуге болады? Мысалға, алда жақсы күндер күтіп тұр деген сияқты, да? Алдына мақсат қойып, соны жеңе білу деген оның өзі үлкен бақыт деп санайсың, да? Егер қорқынышты жағдайға тап болсаң, бақыттымын деп айтуға бола ма? Егер қорқынышты жағдайға тап болса, бақыттымын деп айтуға бола ма? Әрбір жағдайда өзін адам бақыттымын деп өз алдына мотивация беру керек. Келесі қақпан және жабық шеңбер. Мақсаты адам кез келген уақытта кез келген мәселеден шығып кетуге жол табу керек. Дұрыс қой? Барысы шеңбер құрамыз. Шеңбердің ортасына 10 адам, сыртына 10 адам тез тұра қоямыз. Шеңбер құрамыз. Сырты қақпан болып есептеледі. Ішіндегі адамдар қақпанға түспен тез тұра қоямыз. Есесін ішіне 10 адам, сыртына 10 адам тұра қоямыз. Так, мақсатқа жөнеліп тұр. Сырт ішіне кіреміз. Ішіне 10 адам тұра қоямыз, сыртына 10 адам. Так, тұр, сырттан. Так, кім ішіне кірсен? Кірс ішіне. Так, ұстаймыз. Ішінегі адамдар сыртқа шығармаймыз. Так, кім кір? Так, тұрамыз. Так, тыңдаймыз. Екі шеңбер құрдық, да? Ортадағы шеңбер адамдар, сыртта қақпан, да? Так, ортадағы адамдардың мақсаты түрлі әдістерді қолданып, шеңберді сыпырып шығу. Так, сыртқы шеңбердің мақсаты қақпандағы адамдардың өзіне адамдарды қалай жақсы көретіні, қақпандағы адамдардың жақсы сөздермен, сүйіспеншілік, махаббат, денсаулық, отбасы туралы мақал-мәтел немесе нақыл сөздерді айту арқылы шеңберден сыпырып шығу. Бастаймыз. Кім бастаймыз? Оттан. Біріміз бастаймыз. Оттан. Келесі шыға береміз қақпаннан. Дені сау, заңы сау. Әй, молодец, шығамыз. Келесі? Махаббат туралы. Отбасы туралы. Денсаулық. Адам келеді. Денсаулықтың жаны сау. Келеме. Ішіне Нақыл сөз айту ғой, мақал. Айта береміз. Денсаулық. Жүр байлық. махаббат майдансыз қару. Бәрекелді балалар, отырамыз. Келесі ұқсас сөздерді ата. Мысалға, мен ұқсас сөздер дегеніміз синонимдер яғни, да? Мен бір сөз айтам, соны баламасына айтамыз. Ұқсас сөздер синоним. Келесі көңілсіз. Көңілді.
Ақырын. Баяу. Баяу. Молодец. Сау бол. Қош бол. Дос. Дұшпан. Бауыр. Жаман. Жақсы. Нашар. Жақсы көру. Ұнату. Ұнату. Орнынан тұрып айтамыз. Так, тентек. Бұзық. Бәрекелді. Так, төзімді. Шыдамды. Ақ көңіл. Мейірімді. Беделді. Абыройлы. Атақты. Ұнату. Жақсы. Қырсық. Так, келесі турымыз сөз жұмбақ. Сөз жұмбаққа бізге сүйіспеншілік, да? Сүйіспеншілік сіздерге. Сүйіспеншілік атты әр топқа сөз жұмбақтар атамын. Көрдіңіз ғой, да? Сөз жұмбақ. Ортасы сүйіспеншілік атты сөз шығарады. Каждый сөзге мен сұрақ қою арқылы сендер сөз жұмбақты шешеміз топ-топ болып. Так, тыңдаймыз, бері қараймыз. Так, бірінші сұрақ. Біреудің екінші біреуге ықыласын білдіруі. Тынышталамыз. Рахмет айтуы. Алғыс. Керемет, жазамыз. Келесі ұрпақтан ұрпаққа көшетін тарихи қалыптасқан ғұрыптар, қағидалар, құндылықтар. Дәстүр. Жазамыз. Үшінші, ар намыстың тазалығы. Абырой. Абырой. Жазамыз. Келесі, ынтымақтық, ауызбірлік, татулық. Синонимі. Бірлік. Дос. Жаздық па? Так, келесі, өзіңмен мақсат мүддесі, арман тілегі, талап талғамы бір адам. Дос. Керемет, жазамыз. Адам бойындағы бауырмалдық қасиетті білдіретін ұғым. Жаза отырамыз, да? Бір нәрсені тез сезіне байқай қоятын байқампаз. Сезімтал. Жазамыз. Берген қағазға жазып отырамыз. Үлгілі, көргенді, тәрбиелі. Өнегелі. Келесі, ынтымақшыл, ауызбірлігі күшті. Ұйымшыл. Жазамыз. Келесі, шыдам, сабыр, тағат. Синонимін жазып қойыңдар. Келесі, тәртіпті, тәрбиелі, өнегелі. Үлгілі. Жазып па? Келесі, тілегі бір, ниеттес. Келесі, сыпайылық, биязылық, әдептілік. Жазып па? Так, келесі, жасырын хат ойлаптар. Жасырын хат ойлаптар. Ертеде, мысалы, ерте заманда бізде жазуды адамдар танымаған. Әріп танымаған ғой? Сөзді, өзінің сөзін сурет арқылы жеткізген. Солай ғой? Мен сіздерге 3 сөз беремін, 3 топқа. Сол сөзді, тынышталамыз. Сол сөзді сурет салу арқылы жеткіземіз келесі топқа. Тынышталамыз. Жазылған сөзді келесі қарсыласымызға көрсетпейміз. Себебі келесі қарсылас сол суретіңіз арқылы сол сөйлемді ашып көрсету керек. Ақылдаса түсіреміз. Ақылдаса отырып, сөйлемді сурет арқылы түсіреміз. Ақылдаса отырып, сөйлем саламыз. Бастаймыз. Райымбек салып отыр. Жексенбі күні сағат 3-те кездесейік дейді. Сурет отырған болар.
біріңіз салсаңыз, қалғаныңыз соған ой қосып отырыңыз. Салмасаңыз да ой қосып отырыңыз. Саламыз. Тез кім жылдам салады? Бұл версия. Айбек. Бастаймыз. Тез. Уақыт жоқ еді. Болған топтар тез көрсетіп, өздеріңізді келесі топқа сол суретті әңгімелеп беруге береміз. Tot salaya izolete. Bu tamirlerinde sağlıklı çocuğu görmüyordu. Болған топ болса, өздеріңіз болдық деп айта алыңыз. Oldu. Так, болған топтың үшінші топты кім? Сіздер болдыңдар ма? Жоқ, та сіз шешімін шешу керек. Болдыңдар ма? Жоқ, Алтын.
Қайран. Так, үшінші топ болды ба? Так, үшінші топ салып болғанша, қош келдің тобының салған Ақжолдардың командасына береміз. Ақжолдың командасының салған Беріктерге береміз. Мынаның ішінде не сурет белгіленген, сөйлем шығаруымыз керек осы суреттен. Сен кім? Ерман, сен үшінші топқа бере аламын. Енді мына сөйлеміне жауап береміз. Тез, кім шапшаң тез жауап бере аламыз. Біреуміз орнымыздан тұрамыз. Не деген сөз белгіленген сөйлем, соны айтып шыға қойды. Ақылдаса отырып тез жауап береміз. Кездесуге шақырып Кім біреуміз көп айта қойды. Суретті көрсетеміз. Кинотеатр бар еді деген. немесе кездесу. Қалай келсесіңдер ма? Кинотеатрға қай мезгілде барамыз? Өзінің мезгілі бар ғой? Жұма. Кешкі мезгілде кинотеатрға барайық. Дұрыс па? Керемет. Қай сіздеріне? Знайын, шешімін табамыз. Суретті көрсете отырайық. Кім сөйлейді? Біреу сөйлейміз. Болды ба? Біреу тұрамыз. Суретті көрсетеміз. Бұл суретте менің ойымша демалыс күні сағат 3-те демалуға шақырып жатқан достар. Дұрыс па? Ақжол? Сағат 3-те демалыста кездесуге шақырды. Бәрекелді. Ерлан отырған. Келесі қош келді. Балдар жарайсыздар, сіздермен жауап. Қош келді, Каня. Сурет көрсетеміз. Бұл суретте жігіт жақсы ауа райда қызға өзінің сезімін білдірді. Ұнату сезім. Өзінің ұнату сезімін білдірді. Керемет. Суретте қандай күшті шыққан балдар қараңызшы. Керемет, бәрі күшті. Көрдіңіз ғой, да? Қош келді, жарайсыз отырған. Так, келесі. Келесі махаббат ағашы. Махаббат ағашында біз білеміз, махаббат бұл сүйіспеншілікке толы жүрегімізді бақытқа, сүйіспеншілікке, қуанышқа, денсаулыққа. Енді алдарыңызда стикер берілген. Стикер. Көрдіңіз ғой, стикерлер берілген. Стикерге өзіңіздің бір ұнататын мінезіңізді, жағымды жақтарыңызды стикерге жаза отырып, мен тақтаға алма ағашын салам, махаббат ағашын. Соған стикерге жазып, өз ойларыңызды жазып, өзіңіздің жағымды жақтарыңызды тақтаға жабыстырамыз. Өзіңіздің жағымды жақтарыңызды және стикерге жазамыз. Өзіңіздің жағымды жақтарыңызды жазамыз. Өзіңіздің мұқтарыңыз бар. Сүйкімділігім, мысалы, әдемілігім,
көріктімін деген сияқты сөздерді жазамыз. Кім шапшаң тез барып сендерді тақтаға жазсаңыз. Ақкөңілмін деп жазуға болады. Сүйкімдімін, әдемімін, көріктімін. Әркімнің өзіне бір ұнайтын қылықтары болады ғой. Солай дейсіз ба? Қане жазамыз да тез стикермен тақтаға жабыстырамыз. Өздеріңіз айтып шығарыңыз, кім не деп жазып жатыр? Ақыл? Мен ақкөңіл. 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 Сүйкімді. Райымбек? Мейірімді. Керемет. Сен, Манарбек? Сыпайы. Сен? Еңбекқор жігіт екен. Молодец. Сағыныш? Мейірімді жігіт. Көргенді жігіт екен. Бәрекелді. Келесі. Тағым жастырған жоқ. Аян? Ақкөңіл жігіт екен Аян. Керемет. Келесі кім бар тағы? Жазбай қалған. Бәріміз жаздық па? Нұрбек, Азамат, Исатай. Кімсің? Ақылды жігіт екен Нұрбек, молодец. Келесі. Қандай жігітпіз? Мейірімді жігіт екен. Ерлан? Құтты іскер жігіт екен. Керемет. Ерсұлтан? Біздің махаббат ағашымызды көрдіңіз ғой? Қандай керемет. Айса кіммін? Шыншылмын, ақылдымын дейді. Көрдіңіз ғой, махаббат ағашы қандай керемет болып шықты. Келесі. Ана махаббаты дейді. Тыңдаймыз. Ана махаббаты дейді. Аңыз әңгімені сәл тыңдаймыз. Сосын сұрақтар беремін. Бір күні балалары бір келісімге келе алмай, анасына келіп сұрақ қояды екен. Анашым, сіз біздердің қайсымызды ерекше қатты жақсы көресіз? Анасы үндеместен шырақты жағып былай дейді. Мынау шырақ, ол мен. Оның жалыны менің сендерге деген сүйіспеншілігім. Осыдан кейін анасы тағы бір шырақты алып, ол шырағы арқылы жан-жақты сүйіспеншілікке болады. Бұл менің тұңғышым. Оған менің жылуым мен сүйіспеншілігімді бердім. Қараңдаршы, екі шырақты жағуыммен жылуым сүйіспеншілігім азайды ма дейді. Екі шырақты жаға отырып, өзінің махаббатын білдіріп қалдырған. Жоқ, азайған жоқ. Менің шырағымның жалыны барлығы бір қалыпты дейді. Сонымен анасы қанша баласы бар, сонша шырақ жағады екен. Шырақтың жалыны көбейіп, одан сайын жылу бөліне береді. Аналардың сендердің үнемі сүйіспеншілікке бөлеуі, ал сендер аналарыңды үнемі риясыз сүйіспеншілікке бөлеңдер. Сұрақ. Балалар не себепті келісімге келе алмады? Кім жауап береді? Анасын бір-бірінен қызғаныш сезімі. Қызғаныш сезімі ондай кезде туындамау керек. Себебі ананың жүрегі кең. Ол жерге біз ананың болған жерде барлық баланы бірдей жақсы көреміз. Дұрыс қой, бәрекелді отыра аламын. Анасы балаларына өз сүйіспеншілігін қалай білдірді? Қош келді. Анасы екі баласының өзінің сүйіспеншілігін екі шам арқылы білдірді. Шамды жағу арқылы дәлелдеді. Дәлелдемесе де ол аналары қай жерде болмасын балаларын жақсы көреді. Дұрыс қой? Керемет отырамын. Риясыз сүйіспеншілік дегенді қалай түсінесіз? Риясыз. Кім айтады? Риясыз сүйіспеншілік. Беріп? Кім жауап береді? Риясыз сүйіспеншілік дегенді қалай түсінесіз? Дұрыс, шексіз жақсы болады. Қош келді айтауы. Риясыз сүйіспеншілік ол дейтін адамды шексіз жақсы көру. Күмән келтірмеу. Күмән келтірмеу. Ананың мейірімі балаларына қалай әсер етті деп ойлайсыздар? Ананың мейірімі балаларына қалай әсер етті? Өте жақсы әсер етті. Себебі шырақты жағу арқылы
сұрақты жағу арқылы көңілін білдірді. жүрегінің кең екенін дәлелдей отыру арқылы да. Керемет. Келесі. Сүйіспеншілік пирамидасы мақсаты әлемге, достарына, қоршаған ортаны сүйіспеншілікке қалай қарауы, қамқорлық, қатынас, қарым-қатынасқа тәрбиелеу. Ойынның барысы, да? Ойынның барысы. Қолдарымызды ортаға шыққанда, қолдарымызды біріміздің үстімізге біріне қойып, қалай жасайтындарымызды білесіздер. Ортаға шығып, қолдарымызды біріміздің үстіне қоямыз. Мен мысалға тұрауым. Да, мысалға шықты тұлманда, қолының үстіне бірімді қояды. Мен анамды жақсы көремін. Да? Келесі сен келесі. Әркім өзінің жақсы көретін затын айтамыз. Келесі. Кім жақсы көреді? Отбасын жақсы көреді. Керемет, Райбек. Қарындасын жақсы көреді. Келесі. Отбасын. Келесі. Кім жақсы көресің? Тұрау. Папамды, анамды. Отбасын жақсы көреді. Келесі. Отбасында достарымды Достарын беріп, отанын жақсы көреді екен. Өзіне жақын адамдарды жақсы көреді. Келесі пирамиданы неға құра беріп? Достар. Кел, ерлан. Өзім жақсы көрем? Өзім жақсы көрем. Дұрыс айтады. Әркім бірінші өзін сүю керек. Анасын. Келесі, Сағыныш. Мен достарымды және отбасымды барша жандардың бәрін жақсы көремін. Машалла. Ата-анасын жақсы көреді. Отбасын. Келесі. Ата-анасын жақсы көреді. Келесі. Отбасын қош келді. Қоршаған ортаны жақсы көреді. Керемет. Келесі. Азамат. Ата-әжені жақсы көреді. Кәне биікке көтереміз пирамиданы. Пирамида қанша биік болса, біздің сүйіспеншілігіміз, денсаулығымыз бар. Сонша биік болады. Керемет балалар. Отырамыз. Кездескенше күн жақсы, сау саламат болайық деп, сүйіспеншілік және мейірімділік атты тренинг сағатын осымен тамам. Сабағыңды қорытындылап жіберің ғой. Күн жақсы не қылды, бірінші